Достар, видео басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Қасым Қайсенов 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Асу Бұлақ ауылында дүниеге келген. Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, ұлы отан соғысының ержүрек батыры, әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар даңқты перзенті. 1938-39 жылдары Павлодар облыстық оқу бөлімінде инспекторлық қызмет атқарады. Ал 1939 жылы әскери барлаушылар мектебіне қабылданып, ол оқу орнын 1941 жылдың күзінде бітіреді. Бұл уақытта фашист басқыншылары отанымыздың батыстағы көп жерлерін жаулап алып қойған болатын. 1941 жылдың қараша айында ол оңтүстік батыс майданы штабының қарамағына жіберіліп, штабтың арнайы тапсырмасымен жау жайлаған Украина жеріне парашютпен түсіріледі. 1941-1942 жылдары Киев, Полтав облыстарында коммунистердің астыртын ұйым жұмыстарына белсене араласып, Шапаев атындағы партизан құрамасын ұйымдастырып, кейіннен сол партизан құрамасының 3-ші партизан отрядына басшылық етеді. 1943 жылдың қыркүйек айының 21 күні Шапаев атындағы партизан құрамасы Совет армиясымен қосылғаннан кейін, ол тағы да жау тылына жіберіліп, 4 рет арнайы тапсырмамен Украина, Молдавия, Румыния, Чехословакия жерлерінде партизан отрядтарын басқарады. 1944 жылдың қараша айының 2-ші жартысында Карпат тауында партизан отрядтары 44-ші Украин майданы әскери бөлімдерімен қосылған соң, осы майдан әскері құрамында соғыстың соңына дейін жаумен шайқасып, 1945 жылдың басында туған еліне оралады. Қайсенов Украинада партизан отрядтарын ұйымдастырып, сонымен бірге диверсиялық жұмыстармен айналысты. Партизандар минаны, жарылғыш заттарды және әртүрлі қару түрлерін қолдануды үйренді. Қасым Қайсенов жаратылысынан батыл, дене бітімі мықты адам еді. Ол кезде жау шебіне лақтырылған адамның партизандық техникасы 80 килограмды құрайтын пулемет, оқ-дәрі, граната және тағы да басқа. Егер радио байланысшы секірсе, ол үлкен рациямен бірге секірді. 1943 жылы 1 наурызда ол Закарпат партизандық бөлімшесінің 6-шы отрядына келіп, кейін лейтенант, отряд командирі болды. Молдова мен Румыния аумақтарындағы партизандық операцияларға қатысты. Кейіннен 1944 жылы 21 шілдеде ол Карпатқа отрядпен парашютпен түсіп, Чехословакиядағы партизан қозғалысын ұйымдастыруға қатысты. Ол өз тобының негізінде жергілікті тұрғындардан 60 адамға дейін партизан отрядын құрады. Белсенді ұрыс қимылдарын жүргізіп, неміс және венгр әскерлеріне үлкен тойтарыс берді. Шайқастар мен диверсияларда 7 колонна арбасын, 3 паровозды, 6 вагонды, 1 зенитті, 65 жауынгерді жойып, жеке қаруымен жаудың 11 жауынгерін өлтірді. 4-ші Украин майданы әскери кеңесінің 1944 жылғы 15 желтоқсандағы номер 130 бұйрығымен лейтенант Қайсенов 3-ші дәрежелі Богдан Хмельницкий орденімен марапатталды. Қасым Қайсенов отряды 700-ге жуық тұтқын болған Белая-Таня концлагерін азат етті. Ол отряд командирі ретінде 100-ден астам жауынгерлік операциялар мен диверсияларға қатысты. Ұлы отан соғысының қиын қыстау кезеңін, жауынгерлердің жан қиярлық ерлігін шынайы суреттеген, оқушы жұртшылыққа кеңінен мәлім көптеген шығармалардың авторы.